Сапар деген модернизацияның басшысы 10% деді, 10% 3 миллион мына үйдің. Бердік жаңа айтқан суммамызды. Емежем келгенде бұл счетчикті өздері ұрлап кеткен болып шығады, теплосчетчик. Қызылорда тазалық тарапының заңгері бізге сенімді түрде айтады, яғни судья Еламан бұл процесті Қызылорда тазалық тарапынан шығып беретін туралы нақты айтады, бізге бекер әуре болып жатсыңдар. Сол кезде мынау жерге мынандай су болған мына жерге по колено кіре алмайды деді. Бір ай суды тартты осы жерде. Оны тағы плюс мы еще ждали, когда высохнет. Я же видела, вот неме сантехник неме шықты, мынандай мусор шығарды, мусор қанша болды. Сосын дезинфект жасап берді, сосын бастап. У нас только просьба, требование, чтобы тепломер поставили. Бізге керек, да, вот мына не керек бізге. Не қалды, отопительный счетчик қалды, болды, басқа ешнәрсе керек емес басқа. Тазалап, говно болсын, говномен суын шығарып тазалап, бетон құйылған стяжка обязательно. Февраль айында қуып бердім. Мынаның іші ыстық, жылы. Отоплениесін қосып бергенбіз, суын қосып бергенбіз. Астын бетондадыңыздар, е? Астын бетондадық, тазалап тұрып бетондадық. Бүкіл домды. Кабельдер жоқ деп тұр. Кабельдер жоқ дейді, кабельдер бәрі бар. Енді сметада олар аз көрсетілген. Сметада 1260 па 1240 квадрат погонный метр берілген, одна жильный деп. А біз нараның өзінде заземленесімен өзімен 4 жильный, толщина сеченесі де үлкен салдық. Сметадан үлкен салдық сеченесін бәрі. 1800-ден асып тұр салғанымыз, погонный метрге есептесе. Фактически. Фактически. Оған енді қосымша ешнәрсе қосымша ешқандай ақшалған жоқпыз. Мұнадағы біздің оны істеп жатқан кезде қиналғанымыз, осы үйді бітіріп тұрғын үйдің жаңағы замына біз үшін басқарушысы Сапар деген жігіт, осыны істеп берсеңіз, орнына басқа үй берем деді. Мына ескі сметамен келіп тұрған модернизация деді. Сосын мен осы үйді істеп бітірдім. Ескі сметамен деген сөз бағасы төмен болып кетті. Бағасы төмен болған ғой, маған дейін бір. Сосын сізді келістіру үшін жаңағыдай бір ұсыныс беріп тұр ғой. 3-4 подрядчик келген ғой, оны жетілдер де біледі. 3-4 подрядчик істемеген бұл үйді. Істемей отказ берген. Отказ берген, суын көрген, несін көрген, отказ берген. Сосын мен бұл үйді істедім. Олар ұсынысы бойынша осы үйді бітіріп берсеңіз, сізге келесі модернизациядан тағы бір үй береміз дегенсін. Даже 2 үй береміз деді олар. Сонымен жабасыздар деді. Олар келісім шарт бар. Олар бұрын мен модернизация жүргенді көрген. Сосын маған осы үй сетіп беріп еді. Енді қазір соңына келгенде олар бізге модернизация да бермеді. Ақша адамдардан ақшасы өзіне жетпейді. Бірақ убиткамен шықты, бірақ істеп бердік. Сыртқы жұмысы бар, ішкі жұмысы бар, бәрін бітіріп бердік. Бұл газремонтаж мекемесі, бұл неге даудың басын неден басталып жатқанын қысқаша түсіндіріп өтейін. Негізінде бұл мәселе бойынша газремонтаж модернизациямен 2021 жылы айналысатын болады. Оған Жеңіс 99 көшесіндегі модернизация толық бітіргеннен кейін Қызылорда тазалық тарапы газремонтажға ұсыныс түсіреді. Мынау яғни Чайковский 1 көшесіндегі домды модернизация жасап беру керек. Ескі сметамен шыққаннан кейін бұл шығын, яғни убыткамен шыққаны белгілі болады. Соған байланысты олар ұсыныс тастайды. Егер осы домды бітіріп берсеңдер, қосымша тағы бір дом беретіндігін, яғни шығынды жабуға көмектесетіндігін туралы уәде беріледі. Соны газремонтаж мекемесі оны қабылдайды. Толық жұмысты қазіргі таңда бітіреді. Бірақ бұл жердегі негізгі дау, мынау жаңағы газремонтаж мекемесі соңғы актын тапсыру барысында жаңағы уәде етілген үйді сұраған моментте жаңағы Қызылорда тазалық тарапының бөлім басшысы Сапар есімді кісі 3 миллион теңге ақша сұрайды. Яғни 10% осы 34 миллион теңге. Но енді жалпы құны 34 миллион теңге бағаланған. Негізгі мәселе бұл 50-60 миллион теңгенің модернизациясы, соны 34 миллион теңге бітірген. Соның 10% 3 миллион теңгені Сапар алады. Жұмысты толық бітіріп болғаннан кейін жаңағы Сапар сөзден тайқып кетеді. Яғни уәде етілген үйде жоқ, ақшада жоқ. Содан дау туындап отқан, либо ақшаны орнына қайтар, либо үйді беру талап етіле бастайды. Ақшасы толық төленіп қойған 34 миллион теңгенің жобаның төленіп қойған ақшаның тек қана қазіргі таңда 790 мың теңгесі ғана астапқысы қалады. Соның тек қана құжатын акті орындалған туралы атын алу үшін біз сұрап барғанда осы именно 5 миллионның жұмысы орындалмады деп қолдан құжат қосылады. Оның ішінде технозорный авторда қол қойдыртып 5 миллионның жұмысы орындалмады деп, осының кесірінен шығынға баттық деп 2 миллион теңге үстіне пеня қосып, сөйтіп сотқа береді. Сөйтіп бұл жерде сот барысында даулап жатқанда ішінде счетчикті өздері бастапқыда сол 5 миллионның жұмысының ішінде бар деп ойланады.
сот барысында білінеді. Сөйтсек жеме келгенде бұл счетчикті өздері ұрлап кеткен болып шығады, теплосчетчик. Счетчикті ұрлап сотқа береді. Сот барысында біз енді сотқа дейінгі талап бойынша біз орындауымыз керек. Сол кезде медиация мәселесі кезінде сөйлесіп отырған кезде заңгері, Қызылорда тазалық тарапының заңгері бізге сенімді түрде айтады, яғни судья Еламан бұл процесті Қызылорда тазалық тарапынан шығып беретін туралы нақты айтады, бізге бекер әуре болып жатсыңдар деді. Біз соған байланысты сот барысында біз сараптама тағайындауды Еламановтан өтініш сұраймыз. Еламанов сот сараптамасын тағайындайды. Мемлекеттік сараптама, яғни юстицияның сараптамасы, яғни 5 миллион 200 жұмысы орындалғандығын растап береді. Сөйтіп сот барысында Еламанов енді қалай болғанда да шығу үшін мемлекеттік сараптамаға сенімсіздік танытты деп сол уәжбен қайта екінші рет сараптама тағайындайды өзі Еламановтың өзі. Еламановтың тағайындаған сараптамасы бойынша да бізді тағы да 5 миллионның жұмысы орындалған деп шығарып берді. Өйткені себебі айтып отқандағыдай өздеріңіз білетіндей автордың кеткен көптеген қателіктеріне қарамастан Қазремонтаж тарапы толықты жұмысты өз деңгейінде толық орындайды, артығымен орындайды. Яғни ол жерде қоса айтатын болсақ, кабельде 1300 метр кабель көрсетілген болса, сметалық жобада біз 1800 метр кабель салып отырмыз. Одан бөлек мынандай козировкалар бар, басқа бар, шоғырдағылар шартақтар бар, осынша істелінген жұмыстар бар. Соның барлығын Қазремонтаж тарапы тұрғындардың сұранысына, ризалығына байланысты жүргізіп береді. Бірақ өкінішке орай, Еламанов судья Еламанов Нұрлан соған қарамастан Қызылорда тазалық тарапынан барлығын жығып береді. Яғни ол жерде судья ұрланған счетчикті қойдырды. Яғни бұл дау туындап кеткеннен кейін тазалық тарапы оны счетчикті шығаруға шамасы жетпейді. Өйткені өздерінің ұрлағанда әшкере болады. Өйткені мына жақта құжаттар қабылданған. Артқа қайтар жол жоқ. Уже судьяны көндіруге кіріседі. Сараптаманың бәрі бетондық жұмыстар толығымен артығымен орындалғандығын бәрін растап береді. Бірақ өкінішке орай жаңағындай оқиға тіркеліп отыр. Енді біз соттан білмеймін, әділетті дегенге өз басым қанша күдіктеніп. Енді басқа судьялар бар шығар, Нұрланның судья Нұрланның өтіп шығып береді дегеннен өз басым теңге жоқ. Мынау тазалық тарапы қазіргі таңда бірінші саты сотының шешімімен бізге қазір осыланда 5 миллион 200 жұмысын орындасын деген қаулысы, сосын үстіне 2 миллион 100 шығынды өндірсін деп шығарып берген шешіммен отыр. Енді біз жұмысты толық бітіріп тұрсақ та, өзіміз бізге қарыз болып тұр, айдалада біз тағы оған қарыз болып шықтық соттың шешімімен. Астағы болды жала жалпы бар. Енді сіздерге керегі сол жаңағы біздің орындаған актіңізді орындап, ана актілеріңізге қол қойып берсе, сосын жаңа пенияны алып тастаса, болды, ары қарай дау-дамай бізге керек жоқ дейсіз. Керек жоқ. Артық жұмыстардың да ақшасын сұрап отырған жоқпыз. Тек өзіміздің құжатымызды берсін, артық пениясын алып тастасын, сот әділ шешім шығарсын. Сосын тұрғындардың ұрлап кеткен счетчигін орнына қайтып кетіп берсін. Біз оны қарамаймыз, оны ары қарай дауламаймыз дейсіз. Ары қарай даулап тұрған